Bizde кейде ассаламу алейкум деп амандасса, жақсы, өзің қалайсың деп жауап қайтарып жатады. Байқайсыздар ма? Бұл бізде мына сәлем деген нәрсенің құны жоқ, оның қадірі қалмаған. Ал қараңызшы, сәлем берсе, оған жауап беру міндет. Алла Тағала Құр'ан-ы Кәрімде айтады, егер сендерге біреу сәлем берсе, дәл солай қайтарыңдар. Ва алейкум ассалам деп. Не болмаса артығымен қайтарыңдар. Ва алейкум ассалам, ва рахматулла, ва баракатух деп. Бұл бізге міндет. Ал қараңыздар, бұның құндылығын айтайын. Сәлем деген нәрсенің құндылығын, қандай қымбат нәрсе екенін айтайын. Осыдан кейін бұны үйренетін шығармыз, Құдай қаласа. Мұсылман емес адамға сәлем берілмейді. Егер қазір көп қой мынау, мысалы үшін бізде бұның құнсыздығы, салам дей салады біреулер. Біреулер енді мысалы мұсылман емес адамдардың өзі кейбір кезде салам алейкум дей салады. Оларға ва алейкум деп айтылады, егер мұсылман емес екен анық біліп тұрсаңыз. Неге? Оларға денсаулық тілене береді. Оларға ұзақ өмір тілене береді. Бірақ оларға Алланың сәлемі тіленбейді. Неге? Өйткені Алла Тағала Құр'ан-ы Кәрімде айтады. Ясин сүресінің 5-ші беті болу керек. Сәламун қаулан мир раббир рахим. Бұл жәннаттықтарға арналған сөз. Аға, қараңыз. Олар, жәннатқа кірген адамдар, олар мейірімді Раббысынан сәлем алады дейді. Алланың періштелері де сендерге Алланың сәлемі болсын деп айтады. Бұл жәннатқа кірген адамдар Раббысынан сәлем алады дейді. Ал мұсылман емес адам не болады? Жәннатқа кірмегендіктен оларға Алланың сәлемі жоқ. Қараңыз, сізге қараңыз, ассаламу алейкум деген сөз, саған Алланың сәлемі болсын деген дұға ғой бұл. Ал Алланың сәлемі кімдерге болады екен? Жәннатқа кірген адамдарға болады. Сол үшін бұл дұға тек мынау дүниеге қатысты нәрсе емес. Негізгісі бұл ақыретке қатысты дұға. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қараңыз не дейді? Танығанға, танымағанға сәлем бер. Танығанға, танымағанға тамақ бер. Түндерде тұрып намаз оқы. Не болады десе, талтаңдап жәннатқа кір дейді. Арты қайда апарып жатыр? Арты жәннатқа апарып жатыр. Осыны біз құнсыз көреміз ғой. Ассаламу алейкум десе, қалай, өзің қалай? Бізде кейбір кезде әсіресе әйел адамдарына ассаламу алейкум десең, денің сау ма, мен әйелімін ғой. Не, әйелдерге жәннатты қимайсың ба не? Әйелдерге Алланың сәлемі керек емес пе екен не? Әйелдерге де айтайық, сізге Алланың сәлемі болсын. Олар да дәл солай бірін-біріне жауап берсін. Саған да Алланың сәлемі болсын. Не, Алланың сәлемін қызғанып жүрміз ба бір-бірімізге? Сол үшін ағайындар, кімде-кім сізге келіп ассаламу алейкум десе, ол адам сізге Алланың сәлемін, демек жәннатты тілеп жатқан адам. Сіз ол адамға міндетті түрде ва алейкум ассалам, ва рахматулла, ва баракатух деп сізге жәннат тілеген адамға артығымен жауап қайтарып